Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Және де менің каналымды достарыңызбен, сыныптастарыңызбен де бөлісіп қойсаңыздар болады. Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілі 99-шы сабақ, нәтиже сабақ, мен не үйрендім тақырыбында сабағымызды одан әрімен жалғастыратын боламыз. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мұқият тыңда. Абай Қарқаралыдан қайтып келген соң, күні-түні кітап оқыды. Оқыған кітаптарының көп асыл бұйымдар тапты. Абай тарихи кітаптар мен шығыстың дастан хикаяларын бас алмай оқиды. Кешке шайдан соң Абай кейбір оқып шыққан кітаптарын үй ішінде әңгімелеп береді. Зере әжесі Абайдың кітапқа ықыласын байқап, «Қарағым, осының ақыл, осы ала қағазыңнан айырылма, басқа балаларға ұқсама» дейді. Абай әжесінің сөзіне разы болып, күн сайын бір тамаша әңгіме айтатын болды. Мұхтар Әуезовтен. Мәтінне мағынасы түсініксіз сөздерді белгіле, олардың мағынасын сөздіктен оқып ал дейді. Мәтіндегі түсініксіз сөздер асыл, тарихи, ал, тамаша, хикая, дастан, бұйым. Екінші жаттығу мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Қай сөйлем мәтін тақырыбы мен негізгі ойға сәйкес келеді? Сол сөйлемді жаз. Бір істе бастасаң, аяқсыз тастама. Кітап білім бұлағы. Яғни осы мақалдардың бірін таңдайтын болсақ, екінші мақал, кітап білім бұлағы. Мәтіннің тақырыбындағы талапты бала Абай десек болады. Негізгі ой, білімді адам өсіреді. Енді келесі 3-ші жаттығу. Мәтіннен етістіктерді теріп жаз. Оларды негізгі және туынды, болымды және болымсыз етістіктерге ажырат. Бұл жерде бізде негізгі етістіктерге оқыды, тапты, оқиды, шыққан, береді, ұқсама, айтатын, болды. Ал туынды етістікке әңгімелеп. 4-ші. Қарамен жазылған сөздердің сын есім екенін дәлелде. Қарамен жазылған сөздер асыл, тарихи, ала, тамаша. Бұлар қандай деген сұраққа жауап береді. Енді есімізге түсірейік. Сын есім заттың сынын, түрін, түсін, сапасын білдіреді және дәмін білдіреді. Қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. Бесінші жаттығу. Мәтін мазмұны бойынша ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықта. Ал енді Абай күні-түні кітап оқыды. Мәтінде бар ма осындай сөйлем? Әрине бар. Екінші, ол үй ішінде әңгімелеп берді. Дұрыс. Оқыған кітаптарын барлығы шайға жиналғанда оқыған кітаптарындағы әңгімелерді айтып беретін болған. Үшінші, Зере әжесі Абайдың кітап оқуға деген ынтасын байқамады. Жоқ. Керісінше, Зере әжесі Абайдың кітапқа деген қызығушылық ынтасын байқап оған дұрыс жасайсың, басқа балаларға ұқсамай кітапты оқи бер деді. 4-ші, ол басқа балаларға ұқсап өс деді. Дұрыс емес. Керісінше, басқа балаларға ұқсамай кітап білім бұлағы деп кітапты оқуға кеңес берді. Одан кейін 5-ші, Абай әжесінің сөзіне риза болды. Дұрыс. Ең соңғы,
Ол күн сайын бір әңгіме айтатын болды. Әрине, әжесінің айтқан сөзінен кейін шабыттанып күнделікті бір әңгіме айтып беретін болды. 6-шы жаттығу: суреттерге қара. Суреттердің мазмұнына сәйкес келетін сөйлемдерді төмендегі мәтіннен таңда. Көлдің жағасында кішкентай қайықтар тұр. Балалар қайыққа мініп серуендеп жүр. Оқушылар демалыс үйіне келді. Демалыс үйі қалың қарағайдың арасында орналасыпты. Жанында үлкен көлі бар. Мәтінді ретімен көшіріп жаз, сын есімдердің астын сыз. Мәтінді өз ретімен орналастырып жазайық. Оқушылар демалыс үйіне келді. Демалыс үйі қалың қарағайдың орналасыпты арасында. Жанында үлкен көлі бар. Көлдің жағасында кішкентай қайықтар тұр. Балалар қайыққа мініп серуендеп жүр. Ал енді мәтіндегі сын есімдерді табатын болсақ, қалың, үлкен, кішкентай. Себебі бұлар заттың сынын, сапасын, түрін, түсін, көлемін білдіріп тұр. Мінекей біздің нәтиже сабағымыз да аяқталды. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Және де осы видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен де бөлісіп қойсаңыздар болады. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.